Бірінші қабаттағы күн сәулесі мол түсетін, үлкен панорамалық терезесі бар бөлмені өзім аламын. Ал сендер екеуің мынадай зәулім үйде бәрібір адасып жүресіңдер. Қартайған шағымды табиғат аясында жайлы жерде өткізуге толық құқығым бар, деді Зейнеп әже еш қысылмастан. Бұл сөз өтініш емес, әлдеқашан қабылданып қойған шешім секілді нық әрі сенімді шықты. Айгүл кең де жарық қонақ бөлменің қақ ортасында үнсіз қатып қалды. Қолындағы жаңа ғана пештен шыққан ыстық ет салынған ауыр шыны табақты әрең ұстап тұр, ал Данияр анасының қарсысында отырған еді. Бетінің қаны қашып, өңі бозарып кетті. Қолындағы шанышқысы әлсіреген саусақтарынан сусып түсіп, аппақ дастарханның үстіне сарт ете қалды. Майлы дақ әп-сәтте көзге ұрып тұрды. Зейнеп әже ештеңе болмағандай ернін майлықпен баяу сүртіп, үлкен панорамалық терезелерге көз жүгіртті. Күннің қызғылт шапағы үй ішін ерекше нұрландырып тұрған. Ол өзін бөтен үйдің қонағы емес, 5 жұлдызды қонақ үйден бөлме таңдап жүрген адамдай еркін ұстап отырды. Бұл үйдің әр кірпіші, әр қабырғасы, әр терезесі 6 жылдық маңдай тер мен тынымсыз еңбектің жемісі еді. Барлығы Зәмзәгүл әженің мұрасынан басталған. Марқұм әжесі Айгүлге қала шетіндегі ескі жер телімін қалдырған болатын. 6 сотық арамшөп басқан жер мен қисайып тұрған ескі ағаш сарай ғана бар еді. Сол кезде Зейнеп әже мұрнын тыжырайтып: «Мына батпақты жерді тезірек сатып жіберіңдер. Ақшасын қосып жаңа көлік алыңдар. Көршілер қызығатындай өмір сүріңдер», деп қайта-қайта ақыл айтқан. Бірақ Айгүл райынан қайтпады, өйткені бұл оның бала күнгі арманы болатын. Өз үйі, қабырғаның ар жағынан күнде бұрғының дыбысы шықпайтын, ласпа диезі жоқ көлік қоятын, орын таппай әуре болмайтын нағыз өздерінің шаңырағы, құжаттары рәсімделген күннен бастап екеуі өмірлерін түбегейлі өзгертті. Артық шығын атаулының бәрінен бас тартты. Теңіз жағасындағы демалыс ұмыт болды. Жаңа киім алудың орнына ескісін жамап кие берді. Достармен кафеде бас қосуда, киноға баруда өткен күннің естелігіне айналды. Тапқан әрбір тиын, әр сыйақы, әр артық ақша үйдің іргетасына, қабырғасына, шатырына жұмсалды. Данияр күндіз-түні жұмыс істеді. Түнгі аусымнан да бас тартпады. Ал нәзік саусақтарына үнемі сәнді маникюр жасатып жүретін Айгүл цемент илеуді де, кірпіш қалауды да, сылақ жүргізуді де үйреніп алды. Қолдары күлдіреп, алақандары қанап кететін. Қарашаның қақаған суық кештерінде әлсіз прожектордың жарығымен қабырғаға жылу оқшаулағыш төсейтін, саусақтары үсіп, иілмей қалатын. Кейде шаршағаннан ұрысып та қалатын. Түсқағаздың түсіне розетканың бағасына ұсақ түйекке бола сөзге келетін. Бірақ көп ұзамай қайта татуласып, үсті басы құрылыс шаңына былғанған күйі бір-бірін құшақтап тұратын. Олар бұл үйді ақшаға емес маңдай термен, қажырлы еңбегімен, арманымен тұрғызды. Ал Зейнеп әжеше 6 жыл бойы бір ретте құрылыс басына келген жоқ. Бір рет болса да ыстық сорпа әкелдім демеді. Есесіне ұлына қайта-қайта телефон соғып: «Мені мүлде ұмытып кеттің. Бәрі ана мағынасыз құрылыс үшін. Сендер оны ешқашан бітіре алмайсыңдар», деп кінәлайтын. Бірақ олар бәрібір армандарын орындады. Үй дайын болды. Кең, жарық, зәулім. Дәл өздері армандағандай панорамалық терезелері бар әсем баспана бой көтерді. Тек сол терезелер үшін жарты жыл бойы ең арзан тағамдарды жеп күн өткен еді. Үлкен ас үй, кең қонақ бөлме, әр бөлмесінде олардың 6 жылдық еңбегінің ізі жатқан. Қуаныштарын бөлісу үшін олар Зейнеп әжені арнайы қонаққа шақырды. Іштей қуанып қалар, балаларының жетістігіне мақтанар деп үміттенген. Бірақ оларды мүлде басқа жағдай күтіп тұрғанын ол кезде ешқайсысы білмейтін. Зейнеп әже түскі 3 шамасында келді. Таксиден асықпай түсіп, ең алдымен соғылған темір қоршауға көз тастады. Ернін сәл ғана тыржитып: «Жаман емес екен. Бірақ тым үлкен көрінеді. Осынша терезені қалай жуасыңдар? Өмір бойы қолдарыңнан шүберек түспейтін шығар. Әйтеуір Зәмзәгүл әжеңнің жері тегін тигені жақсы болған екен. Болмаса мұндай үйді өмір бойы сала алмас едіңдер», деді мысқылдай күліп. 6 жылдық ауыр еңбек, мыңдаған сағаттық маңдай тер бір ғана ашы сөзбен жоққа шығарылды. Айгүл жүрегіне қадалған сол сөзді үнсіз жұтып қойды. Бүгін мереке. Даниярдың көңілін түсірмейін деп өзін сабырға шақырды. Үйді аралау басталды. Бірақ бұл қуанышқа толы серуен емес, қатаң тексеру сияқты өтті. Зейнеп әже әр бөлмеге кіріп, әр бұрышты мұқият қарап шықты. Терезе жақтауларын саусағымен сипап көрді. Жуынатын бөлмеге кіріп, плиткасы тайғанақ екен.
Бір күн ұқылап, мерт боласыңдар деді. Ас үйге өтіп, мына арал үстелдің не керегі бар? Арзан мейрамханадағыдай көрінеді. Тек орын алып тұр деп тағымын тақты. Айгүл үндемеді. Ал Данияр анасының әр сөзіне ыңғайсызданып, не айтарын білмей отырды. Зейнеп әже болса өз пәтерін қайта-қайта сөз етті. Мен тұратын 2 бөлмелі пәтердің қабырғасы жұқа. Көршілердің дауысы естіледі. Ауада лас. Ұйықтай алмаймын. Оның әр сөзінен қызғаныш байқалып тұрды. Бұл қызғаныш бөтен адамға емес, өз туған ұлы мен келініне деген қызғаныш еді. Кешкі асқа бәрі дастархан басына жиналды. Айгүл бар ықыласымен дастархан жайды. Ыстық ет, түрлі салаттар, бауырсақ, тәттілер бәрі дайын еді. Бірақ дәл сол сәтте Зейнеп әже ешкім күтпеген сөз айтты. Бірінші қабаттағы ең жақсы бөлмені мен аламын. Ертеңнен бастап осында көшіп келемін. Сендер екеуіңе мұндай үлкен үйдің қажеті жоқ. Қартайған шағымды жайлы жерде өткіземін. Осы үйдің үлкені де, қожайыны да мен боламын. Үйдің іші лезде тып-тыныш болып қалды. Айгүл қолындағы табақты жайлап үстелге қойды. Даниярдың жүзі апақ болып кеткен. Ол анасының мінезін жақсы білетін. Зейнеп әже бір нәрсені ойына алса, одан қайтару мүмкін емес еді. Ол жылап та көндіретін, ауырып қалдым деп те қорқытатын, қан қысымын айтып та аяушылық күтетіні, қажет болса жедел жәрдем шақыртамын деп те сес көрсететін. Айгүл енесіне ұзақ қарап отырды. Бұл әйел шынымен де олардың 6 жыл бойы маңдай термен тұрғызған үйіне дайын күйінде келіп, бәрін өз бақылауына алмақ, ең жақсы бөлмені иемденбек, үйдің толық қожайыны болма. Айгүлдің жүрегінде бір сәтке ашу мен қорқыныш қатар оянды. Бірақ ол өзін бірден қолға алды. Жоқ, 6 жыл бойы осы күн үшін еңбек еткен жоқпын. Бұл үйді ешкімге тартып бере алмаймын. Ол жай ғана жымиып орындығына қайта отырды. Сосын сабырлы да жылы дауыспен: Зейнеп әже, шынымды айтсам, бұл өте тамаша ұсыныс екен. Тіпті керемет идея десем де болады деді. Данияр жалт қарап қалды. Көздері шарасынан шығып кеткен. Айгүл не айтып отыр? Расымен келісіп отыр ма? Ал Зейнеп әженің жүзі қуаныштан балбұл жайнады. Міне, көрдің бе, Данияр? Келінің ақылды екен. Ертең ақ заттарымды жинаймын. Кілемдерімді де ала келемін. Үйге нағыз жылулық беремін. Бірақ ол Айгүлдің келесі сөздері бүкіл жағдайды төңкеріп жіберетінін әлі білмейтін еді. Зейнеп әже қуаныштан жүзі балбұл жайнап кетті. Міне, көрдің бе, Данияр? Келінің ақылды екен. Ертең ақ заттарымды жинаймын. Табиғи жүннен тоқылған кілемдерімді де ала келемін. Үйге сән кіргіземін. Үйде үлкен адам болмаса, берекесі болмайды деді масаттана. Айгүлдің жүзі өзгерген жоқ. Ол баяу ғана жымиып: әрине, Зейнеп әже. Біз сізге барлық жағдайды жасаймыз. Таза ауа, жайлы бөлме, дұрыс тамақтану, керек болса ақылы дәрігерде шақыртамыз. Сіз ештеңеден тарықпайсыз деді. Зейнеп әже басын изеп, көңілі одан сайын көтерілді. Бірақ дәл сол сәтте Айгүлдің дауысы салмақтанып кетті. Тек бір ғана мәселені алдын ала әділ шешіп алайық. Кейін ешкім ренжімесін. Зейнеп әже қабағын түйді. Не айтқың келіп тұр? Айгүл сабырмен сөзін жалғастырды. Сіз біздің толық қамқорлығымызға көшесіз. Тамағыңыз, дәрі-дәрмегіңіз, коммуналдық төлемдер, күтіміңіз, мұның бәрі қомақты шығын. Сондықтан бәрі әділ болуы керек. Қандай әділдік? Қаладағы 2 бөлмелі пәтеріңізді нотариус арқылы менің атыма сыйға тарту келісіммен рәсімдейсіз. Біз ол пәтерді жалға береміз. Жалға беруден түсетін ақша сіздің осындағы барлық шығындарыңызды өтейді. Кейін ол баспана немерелеріңізге қалады. Осылайша бәрі де ұтады. Сіз жайлы өмір сүресіз, ал біз шығынға батпаймыз. Бұл ең әділ шешім. Үйдің іші қайтадан үнсіздікке көмілді. Бұл жолғы тыныштық тіпті ауыр еді. Данияр әйеліне таңырқай қарады. Оның көзінен алғаш рет шынайы мақтаныш байқалды. Неткен ақылды шешім деп іштей сүйсінді. Ал Зейнеп әженің жүзі бір сәтте өзгеріп сала берді. Қуаныштың орнын ашу басты. Не дедің? Пәтерімді саған берейін дейсің бе? Даусы қатты шығып кетті. Мен сол пәтерді өмір бойы еңбек етіп алдым. Сенің қолыңа ұстата саламын ба? Айгүл болса даусын көтерген жоқ. Ал біз бұл үйді тегін алған жоқпыз. Әр кірпіші маңдай терімізбен тұрғызылды. Сіз дайын дүниеге келіп, ең жақсы бөлмені алып, біздің еңбегіміздің рахатын көргіңіз келеді.
Мен тек әділ айырбас ұсындым. Сіз де дәл солай жасаңыз дедім. Зейнеп әже ашудан қалтырап кетті. Алаяқ. Данияр, естіп тұрсың ба? Мына әйелің не айтып отыр? Бұл жолы ол ұлы бұрынғыдай өзін жақтайды деп ойлаған, бірақ Данияр орнынан баяу көтерілді. Көптен бері алғаш рет өзін нағыз отбасының иесі ретінде сезінді. Айгүл дұрыс айтып тұр, мама. Егер біз сізді толық қамтамасыз ететін болсақ, шығынның да өтемі болу керек. Үйді де оңай салған жоқпыз. Сондықтан бұл әділ ұсыныс. Зейнеп әже есеңгіреп қалды. Ұлының өзіне қарсы шыққанына сене алмады. Ол ашумен орнынан тұрып, сөмкесін жұлып алды. Бұрын ғана тұрғанердің ауру болсам, жедел жәрдем жеткенше 3 сағат өтеді. Қаладағы үйім жақсы. Емханамда, көршілерім де жанымда. Өздерің тұра беріңдер, деп айқайлады. 5 минуттың ішінде заттарын жинап алды. Есікті тарс жауып шығып кетті. Үй іші қайтадан тынышталып қалды. Айгүл көзін жұмып, терең дем алды. Кеш бойы жиналған ауыр салмақ бір сәтте жеңілдеп кеткендей болды. Данияр артынан келіп, әйелін құшақтады. Сен нағыз дана жансың. Бүгін біздің үйімізді ғана емес, отбасымыздың тыныштығын да сақтап қалдың. Мен бәрі бітті деп қорқып едім деді. Шын жүректен екеуі панорамалық терезенің алдына барып тұрды. Сыртта кеш қарая бастаған. Ауладағы шамдар бірінен соң бірі жанып, айналаны жұмсақ жарыққа бөлеп тұрды. Әрине, бұл кездерден кейін көңілде аздап қаяу қалды, өйткені әңгіме туған адам туралы еді. Бірақ сол қаяу олардың өз еңбегін, өз шаңырағын және өз отбасының тыныштығын сақтап қалғанына деген мақтаныштың қасында түкке тұрмайтын, өйткені олар ең маңызды нәрсені түсінді. Өз қолыңмен тұрғызған үйдің де, өз өміріңнің де шекарасын өзің ғана қорғай аласың. Егер бұл оқиға сізге ой салса, видеоны лайк басып пікіріңізді жазыңыз. Осындай тағылымы мол оқиғаларды жіберіп алмау үшін арнамызға міндетті түрде жазылыңыз.